Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермен. Қызылорда қоғамдық телеарнасында спортсмен хабар және оның жүргізушісімен Алданазар Нағымет. Біз бүгін ешқандай спорттық киім үлгісін кимейміз. Біз бүгін денені шынықтырудың орнына ой санамызды шынықтырамыз. Ол үшін біз тоғызқұмалақ ойынын ойнайтын боламыз. Бұл тоғызқұмалақ ойыны қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі. Жалпы бұл ойындағы кімнің мықты екені ойдың жүйрігінен белгілі болады. Жалпы бұл ойындағы құмалақ саны қанша, әр отауға қанша құмалақтан қойылады және қазандықты толтырып жеңіске жету үшін қанша құмалақ жинап үлгеру керек. Бұл сұрақтардың жауабын білу үшін біз бүгін Қызылорда облысы бойынша осы спорт түрінен аға жаттықтырушы Хакимжан Елеусіновтен сұрап білмекпіз. Ассалаумағалейкум. Хакимжан, енді сұрақ қатымызды бастасақ, жалпы осы спорт түрін тарихы жайлы айта өтіңізші. Жалпы бұл спорт түрі қашаннан бастап басталған? Жалпы тоғызқұмалақтың пайда болу уақыты ғалымдардың пікірінше 4000 жыл шамасын құрайды. Бірақ кейбір мамандар оны одан да әріректе пайда болған деп болжам бар. Жалпы жасөспірім ұрпақтың дене тәрбиесін дамытумен қатар ақыл ойын дамыту мақсатында ата-бабамыз осындай зияткерлік ойынды ойлап тапқан. Және тоғызқұмалақ сияқты ойындарды зияткерлік даму құралы ретінде кеңірек қолданған. Бұл спорт түріне ұқсас өзге елдерде де спорт түрлері бар. Мен қателеспесем, бұл осы төңірегінде не айтасыз? Әлем бойынша тоғызқұмалаққа ұқсас 400-ге жуық ойын түрі бар. Және бұны халықаралық деңгейде бұл ойындарды манкала ойындары деп атайды халықаралық тілде. Манкала дегеніміз ол араб тіліне аударғанда жылжыту, қозғау деген мағынаны білдіреді екен. Енді бұл спорт түрі жалпы Қазақстанда, Қызылорда өңірінде қашаннан бастап басталды? Жалпы Қазақстанда бұл негізі ата-бабадан біріне мұра ретінде қалып осы күнге дейін жетіп отыр. Бұны мен қазіргідей қарқынды дамуды мен тәуелсіздік алғаннан бастап соны байланыстырамын. Себебі көптеген мүмкіндіктер пайда болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін жекелей дәстүрлі түрде жоспарға сәйкес жылына жарыстар ұйымдастырылып тұрды. Соның арқасында жылдан жылға тоғызқұмалақпен айналысушылар саны да көбейіп, қазір өте кең дәрежеде дамып келе жатыр. Қолданысқа ие болып отыр дейсіз. Жалпы енді бұл спорт түрінен айналысамын, осы спорт түріне қызығушылық танытса, неше жастан бастап қабылдайсыздар? Ең негізгі талап мұнда ең бастысы жасөспірім санау білсе болды. Яғни есеп бұл тоғызқұмалақ есепке байланысты. Сол себепті санау білген бала, яғни 6-7 жас қолайлы деп санаймыз. Неше жасқа дейін? Енді шегі жоқ. Шектеу жоқ. Жасөспірімнен бастап елімізде ардагерлер арасында чемпионаттар бар, бөлек-бөлек өтетін. Ересектер арасында, жасөспірімдер арасында, жастар арасында секілді. Бұл спорт түріне келіп қызығушылық танытып, осы спорт түрін үйренемін деген спортшы әрбір ойыншыға бойында қандай қасиет болу керек бұл спорт түріне айналысу үшін? Енді ең бастысы, қасиеттерін атап айтар болсақ, ұқыптылық, сабырлылық және ой жүйріктігі деген сияқты талаптар көп көмектеседі оқушының, жасөспірімнің жоғары деңгейге жетуіне, спорттық дәрежеге жетуіне. Енді бұл спорт түрі жалпы осы республикалық деңгейде, облыстық деңгейде, әлемдік дәрежеде сайыстар ұйымдастырылып тұра ма бұл спорт түріне? 5 рет Азия чемпионаты өтті, сонымен қатар 5 рет әлем чемпионаты өтті, және жылына күнтізбелік жоспарға сәйкес халықаралық, республикалық чемпионаттар дәстүрлі түрде өтті. Қызылорда облысында? Қызылорда облысында дене шынықтыру және спорт басқармасының ұйымдастыруымен 20-ға жуық спорттық бұқаралық іс-шара бар. Именно осы тоғызқұмалақ спортынан. Сонымен қатар біздің облыста республикалық, халықаралық жарыстар қабылдағанбыз жыл сайын. Олар тұңғыш президенттің жүлдесіне арналған және
қоғам қайраткері, мемлекет және қоғам қайраткері Нәліқожа Ергішбаевтың атында дәстүрлі жарыс өтіп тұрады. Сонымен қатар республикалық чемпионаттарды біздің облыста жиі өткізіп тұрады. Жалпы енді осы спорт түрімен айналысушылар саны қанша облыс бойынша? Жалпы облыста Қызылорда қаласы мен Жеті ауданында алатын болсақ, барлық ауданда үйірмелер қамтылған. Онда білікті 50-ге жуық бапкерлер бар. Соған сәйкес кәсіби түрде айналысушылар саны 2000-ға жуықтайды. Ал әуесқой ретінде ойнаушылар саны шамамен 10.000-ға жуықтайды біздің аймақта. Ал енді осы біздің сыр елінің тумасы, осы өңіріміздің бір белгілі бір жетістікке жеткен спортшыларымыз бар ма? Қандай спортшылар біз биік белестерді бағындырып жүр? Біздің өңір республика бойынша ең алғашқы дамушы облыстардың қатарында. Соңғы рейтинг бойынша, республикалық тоғызқұмалақ федерациясының рейтингі бойынша біздің облыс бірінші орында тұр. Ал спортшыларға келетін болсақ, біздің облыста әрине ең тұңғыш Қазақстанның тұңғыш әлем чемпиондары шыққан, әлем чемпиондары бар, әлем чемпион жүлдегерлері бар. Оны атап айтатын болсақ, қыздар арасында халықаралық дәрежедегі спорт шебері Кенжебекова Ақерке, жеке жетістігі жастар арасында Азия чемпионы, ересектер арасында Қазақстан чемпионы Әбілда Қызжібек, Махамбет Амин Ұлдана, Азия чемпионы жүлдегерлері. Ерлер арасында облыстың бірінші номері Бостандықов Бексұлтан, әлем және Азия чемпионы жүлдегері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Сонымен қатар жас өсіп келе жатқан буындар бар. Олар Ахметов Дамир, Аманқұл Шантөре, Пернебаев Ерасыл, Қалдыбек Самат, Рыскелді Кенжебек секілді Қазақстан чемпиондары бар. Енді өзіңіз айтып өтсіз, жаңа белгілі бір дәрежеге жетіп, спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері деп жатсыз. Қандай ойындарда жеңіске жетсе, осы атақтарды алуға болады? Енді белгілі жаңа ереже бар, яғни тоғызқұмалақ кодексі. Сол кодекске сәйкес ересектер арасында Қазақстан чемпионы немесе күміс жүлдегер атанса, спортшыға Қазақстан Республикасының спорт шебері атағы беріледі. Одан кейін келесі жоғары атақ, халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағын алу үшін Азия чемпионатында бірінші орын немесе екінші орын алу керек, немесе әлем чемпионатында жүлдегер болу керек. Жеңімпаз немесе жүлдегер болу керек. Сол кезде халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағы беріледі. Одан кейінгі бізде ең жоғары атақ бар, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген спорт шебері. Қазіргі талап бойынша 3 рет әлем чемпионатын ұтқан спортшыға сондай еңбегі сіңген спорт шебері атағы беріледі. Бұл спорт басқармасынан арнайы бекітілген стандарттарға сәйкес берілетін спорт комитетінен бекітілген. Спорт комитетінен. Республикалық спорт комитетінен бекітілген. Енді осы спорт түрінде жалпы жаңа басында айтып өттік, қанша құмалақ бар осы тоғызқұмалақта? Енді бұл тақтадан бастап айтайық. Мұнда 2 адамда 2 қарсысын 9 отаудан болады. 9 отауда әрқайсысында 9 құмалақтан болады. Сонда барлығы 162 құмалақ, 82 құмалақ жинаған ойынша жеңіске жетеді. Бірінші 82 жинаған ойынша? Иә, 82 жинаса, қарсыласы яғни 80 шар жинап қалады. Немесе 81-де 81 болса, ол тең болған болып саналады. Тең болған жағдайда ұпайлар бөліседі. Ұпай бөліседі? 0,5 қарсыласына береді. Айыпты тағы бір рет ойнайтын ондай жоқ қой? Жоқ, ойында жеңеді немесе тең түседі. 3 түрлі бар. Жақсы, түсінікті. Енді осы спорт түріне жалпы жаңа айтып өтсіз, жарыстар ұйымдастыруға біздің Қызылорда облысының спорт басқармасынан қандай да бір қолдаулар, демеулер? Енді жаңа жоғарыда атап өткен жетістіктер, қанша жетістіктер, ол әрине қолдау болмаса, ондай жетістікке негізі жету қиын. Қолдау дегеніміз, яғни облыс көлемінде барлық ауданда, ауылдық жерлерде үйірмелер ашып, тұрақты түрде жұмыс жасап, оларда жаңа спорттық сайыстарға іс-сапарға жіберіп қаржыландырып, және құрал-саймандар, яғни сағат ойын ойынша керекті тақтамен қамтамасыз етіп отқан осы спорт басқармасы бүгінгі күнде. Енді жүйелі түрде жұмыс бар, жоспар бекітілген, сол жоспар бойынша яғни іс-шаралар бәрі өтіп жатыр. Қызылорда қаласы бойынша бізде қанша осы орталық үйірмесі бар тоғызқұмалақта? Қызылорда қаласы бойынша
Үш мектепте, үш спорт мектебін, төрт спорт мектебінде үйірме бар. Олар, яғни біреуі осы интеллектуалды клубта, біреуі Запад микрорайонында бар, сонымен қатар орталықта стадионның өзінде бар. 3-4 жерде кейбір бапкерлеріміз мектептерде үйірме ашқан, сонымен қатар. Енді осы спорт түріне қызығып, осы спорт түрімен айналысқан адам қанша уақытта толыққанды үйреніп шығуға болады осы спорт түрін? Бұның ережесі өте қарапайым. Яғни бірінші келген бала, жасөспірім бала, ол ережені бір аптаның көлемінде толық үйрене алады. Бірақ әрі қарай енді өзінің қыр-сырлары бар, әдіс тәсілдері бар, шеберлікті жетілдіру үшін оған бірнеше жыл керек. Жыл керек. Бірнеше жыл, 20 жылға жуық ойнап, қазіргі кезде жоғары деңгейде ойын көрсетіп жүрген техникасы жоғары ойыншыларымыз бар. Демек, кімнің мықтылығы бәрібір сол сайып келгенде ақыл ойдың жүйріктігіне белгілі болады дейсіз ғой, иә? Кім жылдам санайды, кім комбинация деген сияқты құрып жылдам шешім қабылдайды. Бұл спорт түрінде белгілі бір киім үлгісі бар ма? Әлде спорттық киіммен? Біздің кодекс бойынша ел чемпионаттарына, ресми жарыстарға қатысу үшін кәдімгі классика киім, яғни ер балалар костюм шалбар, қыз балалар кәдімгі классика түрде, яғни мектеп формасы секілді. Немесе ұлттық құраманың спорттық киімі, бастан аяқ толықтай. Сол кезде ойын алаңына жіберіледі. Ал жаңағыдай басқа бөтен трико немесе шорты сияқты ондаймен рұқсат етілмейді. Рұқсат етілмейді. Жақсы, түсінікті. Енді бұл спорт түрінде басқа спорт секілді, мысалға осындай салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді деген секілді бұл спорт түрінде бөлінеді ма? Жасөспірімдер, балалар? Бізде жас ерекшелігіне сәйкес бөлінеді. Ол яғни 9 жасқа дейінгі Қазақстан чемпионаты, 11 жасқа дейінгі, 13, 15, 17, 19, 21 жасқа дейін жастар арасы бөлінеді. Одан кейін ересектер арасында дейміз, ол яғни жас шектеу жоқ, кімнің қабілеті жоғары, яғни іріктеуден, әр облыстан іріктеуден өткен ойыншылар ересектер несіне қатыса алады. Оған бірақ енді сәл шектеу бар, 15 жастан жоғары болу керек. Сонымен қатар ардагерлер арасында бөлек ел чемпионаты өтеді. Оған яғни 60-тан жоғары және 40-тан 60 аралығында ерлер, әйелдер арасында өтеді. Бізде Қорқытта 3А адрес бойынша 9 интеллектуалдық клубы жұмыс жасап тұр. Сонда білікті бапкерлер қабылдайды. Неше мезгіл бойынша жаттығулар болып жатыр қазір? Енді әр бапкердің жеке күнтізбелік кестесіне сәйкес аптасына 6 күн ашық. Таңертең түске дейін, түстен кейін тағы бір. Осы клубымызда қанша жаттықтырушы жұмыс жасап отыр? Қазіргі кезде 2 бапкер жұмыс жасайды осы клубта. Ауысым бойынша? Ауысым бойынша, немесе қатарда өте береді, 2 бөлмеде. Енді осы спорт түрін көрермендерге де түсінікті болсын, маған да бір кішкене ақпарат болсын. Сіз енді жаңа айтып жатсыз, толыққанды үйрену үшін 1 жыл, 2 жылдай уақыт керек деп. Түсініп, осы спорт түрін үйреніп көрейін, сіз маған үйретсеңіз. Әрине, үйретеміз. Ал Хакімжан мырза, енді ең бірінші неден бастаймыз? Жалпы 9 ойында негізгі 4 ережеге сүйенеміз бұнда. Жүріс жасау ережесі, құмалақ ату ережесі, тұздық алу және атсырау ережесі. Яғни жүріс жасауды айтатын болсақ, 2 ойыншының біреуі кез келген отауынан, яғни өз жағымыздағы отауынан құмалақтарды алып, тәжірибе ретінде көрсете берейін. Мысалға, мен бастаушы болатын болсам, қарсыласым сіз қостаушы боласыз. Яғни алма-кезек жүреміз. Мен бірінші санаймын, одан кейін сіз, сонымен әрі қарай алма-кезек. Жүріс жасау ережесін түсіндіре өтейік. Барлық құмалақты аламыз, бір кез келген отаудан орнына біреуін қалдырамыз да, солдан оңға қарай әр отауға бір құмалақтың тастаймыз. Яғни мен жақ 9-шы отаудан кейін қарсылас жақтың 1-ші, 2-ші, 3-ші және ең соңғы құмалақ 6-шы отауға түсті. Мұндағы құмалақ саны жұп болса біз ұтып аламыз, ал тақ болса ұтып алмаймыз. Яғни мұнда қарсыластың қазанында қалады дейсіз ғой. Сол жерде қалады егер тақ болса. 10 құмалақты алып, мен өзім қазаныма ұпай ретінде жинап отырмын. Әрі қарай жүріс сізден болады.
Ал енді сізде кез келген отаудан жаңағы жүріс жасау ережесіне сәйкес дәл солай жүресіз. кез келгеннен бастауға Кез келгеннен болады. бастауға. Отауымыз дегеніміз мынау Отау көрермендерге дегеніміз, түсінікті болсын. Отау 9 отау бар, жалпы мен жақта 9 отау және қарсыласында 9 отау. Сонымен қоса 2 үлкен қазандық, яғни құмалақ жинайтын қазанды орынды біз қазан деп атаймыз. Яғни 2 үлкен. Мынау сіздің қазаныңыз, мынау менің қазаным. Ойынның мақсаты 82 құмалақты ұтқан ойынша жеңіске жетеді. 81 болса ойын тең аяқталған болады. мен енді мына 5-тегі отауды алып көрейін. Орнына біреуін қалдырасыз. Біреуін қалдырамыз. Бір-бірден ғана саласыз. Ашып кетті. 10 болды. 10 Демек болды. менікі. Сіз жинап аласыз соны, өз қазаныңызға саласыз. Әрі қарай алма кезек жүріс сала береді. Мысал ретінде мен жүріп көрсетейін. Міне, 2 құмалақ жұп болды ғой. жұп. Екеуі де жұп. Бұл да сіздердікі. Бұны да алдым. Енді сіз жүресіз келесіз. Біз осымен жаңа жүріс жасаумен құмалақ ату ережесін көрдік тәжірибе ретінде. Енді әрі қарай 3-ші ереже тұздық алу. Тұздық алу дегеніміз, мысалы сіз мына отаумен жүріп көріңіз. Мынау отауым. Иә, жүріп көріңіз. Міне, соңғы құмалағыңыз 7-ші отауға түсті менің. Мұнда 3 құмалақ болды. 3 құмалақ болған жағдайда ол тұздық деп аталады, тұздық оту. Бұл құмалақты сіз аласыз да өз қазаныңызға саласыз 3 құмалақты, және мынандай тұздықтың белгісі. Яғни бұл сіз 3 құмалақпен қатар отауды ұтып алдыңыз. Мына 7-ші отау Менің 9 отауыммен, мынаумен 10 отау. яғни мынаған түскен келесі әрбір шар, әрбір құмалақ ол сіздің қазаныңызға түсіп отырады. Түсінікті. Енді Демек, сіз таратып бара жатқан құмалақ менің отауыма түседі ғой. Мін бірден. мынаған түскен түсу керек бір құмалақтың барлығы сіздің қазаныңызға түсіп отырады. Автоматты түрде. Әрі қарай мұнда мен де тұздық ала аламын, бірақ 7-ші отаудан мен ала алмаймын. Аттас отаудан. Менің 7-ші отаудан ала алмайсыз. Және ережесі бойынша 9-ші отаудан тұздық ашылмайды. Тұздық алынбайды. Яғни 9-ші отаудан не үшін? Себебі ең соңғы. Маңдай ұтады 9-ға, яғни сондай осы ойынның ережесі бойынша 9-ші отаудан тұздық алынбайды. Тұздық және бір рет қана алынады. Сіз бір рет алдыңыз, екінші рет алмайсыз. Орнын ауыстыра алмаймын ғой тұздық? Орнын ауыстыра алмайсыз. Және әрі қарай мен жүрейін. Ең соңғы маған 2-ші отауға түсті. Ал өздеріме жинаймын. Ал Мына құмалақ менің есебіме кетеді. Сіздің есебіңізге кетеді. Ойын осылай жалғасады. Және жаңа атап өттім, 82 құмалақ жинаған ойынша сол жеңіске жеткен саналады. Яғни барлығы 162 құмалақ болса, оның 82-сі. Енді мысалға сіз өзіңіз айтып отырсыз, жылдам ұтатын ойыншылар да болуы мүмкін. Асықпай ойнап ұтатындар да ойыншылар болуы мүмкін. Енді жалпы әдіс тәсілдер бар ма? Қандай да әдіс тәсіл? Енді айла деген секілді бір қарсыласты алдау. Мұнда әдіс тәсілдері өте көп. Оның енді ойын барысында, яғни ойын басында болады әдіс тәсілдері. Ойынның ортасында, немесе ойын соңында ойынды 3-ке бөлеміз, 3 деңгейге. Сол 3 деңгейінде де әдіс тәсілдері өте көп. Соны ойыншы жылдам санап, мысалы қарсыластың қай отауынан мен құмалақ отауы болады, немесе жаңа байлап отауы болады, немесе қақпан құрылады, немесе жаңа тұздық беріп бірнеше жаңа 20-30 құмалақ отауы арқылы комбинациялар жасайды. Соның бәрін есепте отыру. Менің бір түсінгенім, менің қазандығымдағы, менің отауымдағы құмалақтарымның барлығы тақ болып тұр. Егер сіз жүретін болсаңыз, кез келгеніне түсіп, өзіңіздің алып кетуіңіз мүмкін. Ал сіздікіне қарап отырсам, барлығы жұп болып тұр. Бірақ жүріс сізден ғой қазір. Иә, мен жүретін болсам, таққа түсіп қаламын ғой. Сіз демек алдын ала өзіңіздің
отауларыңызды Иә, жоқ мында қылуға тырысып отырасыз ғой. Себебі мында- мен жүргенде таққа түсіп қалу үшін. иә, ол да жаңа өзіңіз айтқандай әдіс тәсілдің біреуі. Енді ойыншының мақсаты бұл жерде әр жүріс сайын енді бірнеше вариант бар. Ойын басында, мысалы ойын басталар кезінде бір санаулы вариант болса, әр жүріс сайын ол жаңа нұсқалар дейміз ғой, варианттар. Варианттар саны геометриялық прогрессия есебінде өсе береді. Мысалы бірінші жүрістен кейін 10 болса, 5-ші жүрістен кейін жаңа 1000 вариант болуы мүмкін. Оның соны ойыншының деңгейіне, қабілетіне сәйкес соның бәрін есептеп өзінің жоспары арқылы жүріс жасайды. Бәрін ойша есептеп отырады ғой. Мысалға менде мына жерде қазір 12 құмалақ тұр. 9-ын есептеймін. 3 мына жерге түседі деген секілді есептеу керек болады ғой, иә? Бұны біздің ойыншылар қай отауда қанша құмалақ, мысалы 9-да 12 құмалақ тұрды, бұны қаншаға баратынын көзбен алдын ала біліп отырады. Сізде мысалы 5-те 28 құмалақ тұрса, немесе 30 құмалақ тұрса, ол қайда баратынын таратқаннан кейінгі тіпті 30 құмалаққа дейін тұрса да есептеп үлгереді ме? Ол енді жылдардан келетін бір опыт шығар. иә, тәжірибемен жаңа өзінің жаңа несін шеберлігін жетілдіру арқылы келетін қабілеттер бұл. Онда мен де сіз секілді бірінші отауымнан алып өзімнің отауларымды таққа келтіріп қойын. Көп құмалақ жиналған жерлер. Тақ болды, бұны алмайсыз. Сонымен қатар мұнда біз ойында сағатты пайдаланамыз, яғни уақытқа. 20 минуттен беріліп тұр қазіргі уақыт. Бұны біздің чемпионаттарда рапид түрінен деп атайды. Яғни әр ойыншыға 20 минут. Мысалы, менде 20 минут уақытым бар. Мен ойланып, жүріс жасап, ойынды аяқтауым. Және сізде де 20 минут. Мысалы, менің жүретін уақытым, қазір менің жүрісменен менің уақытым жүріп жатыр. Мен ойланып, жүріс жасауыма осы уақыт қарап есептеймін. Міне, соңғы 3 болды. Тұзық отауды мен атып алдым. Жаңа сіз бәрін жұп қылдыңыз, бірақ тұзық беруді есептемедіңіз. Мен жүріс жасап болдым да, мен сағатты басам. Менің уақытым тоқтады, енді сіздің уақыт жүріп жатыр. Мына уақытта өзі ойынды аяқтап үлгеру керекпіз. Сонда демек бір ойынға 20 минут беріледі ғой. Иә, бұл бір түрі, рапид түрі. Қанша түрі бар? 3 түрі бар. Шапшаң ойын түрі, ол 7 минуттан беріледі. Одан кейін классика дейміз, әр ойыншыға 2 сағаттан береді. Ол ұзақ ойналады? Иә, ол әрине. Мысалы, рапидті күніне 4 тур өтетін болса, классиканы күніне 2 тур ғана өтеді. Яғни түске дейін бір ойын, түстен кейін бір ойын. Ал 2 сағаттық ойын ол қалай, несімен ерекше? Енді ойынның 3 түрі дедім ғой жаңа. 3 түрінен бөлек-бөлек ел чемпионаты өтеді. Енді шапшаң ойында, білесіз ойында. Мысалы, жылдам ойыншылар, жылдам ойлайтын ойыншылар. Солар жеңіске жетеді. Себебі уақыт шектеулі, 7 минут. 7 минутта толық бір партияны бітіру негізі оңай нәрсе емес. Яғни әр жүріске, мысалы, бір ойында шамамен 150 жүріс деп алатын болсақ, сол 150 жүрісті 7 минут уақытта жүріп жасап үлгеру керекпін. Ол жүйріктікті ой жүйріктігі. Ал егер сол уақытта мен ойын аяқталмай, менің уақытым аяқталатын болса, маған жеңіліс кімнің уақыты құлайды, аяқталады, соған жеңіліс беріледі. Мына жерде менің уақытым жүріп жатыр, мен ұтылып қалмайын. Енді әзірге мен кәсіби спортшы болмағандықтан, құрметті көрермендер, қолымнан да түсіп кетіп жатқан жайы бар. Бұның бәрі уақытпен келеді, әрине. Өзімнің тұздығыма түсіп қалдым ғой. Дұрыс есептемеден алу керек секілді. Бұны ғалымдардың тағы бір пікірі бар, яғни құмалақты, домалақ нәрсені қолмен ұстағанда жаңа мидың қозғалысына, дамуына әсері бар деп айтады. Ондай да домалақ нелерді қолмен ұстау арқылы. Қазір біздің уақытыңызды басасыз, менің уақытымды. Біздің жас спортшыларымыз 10 жастағы, 9 жастағы балаларды жылдам таратады. Жылдам ойынды яғни таратылады. Ол да жаңа уақытпен келетін нәрсе. Міне,
өз отауыма келді. Өз отауыма келген кезде соңғы тақ болсын, жұп болсын біз алмаймыз. Яғни жеңісті ұту үшін қарсылас жаққа түсу керек ең соңғы отау. Ешкім қылмауымыз. Мына екі нені өзіміз аламыз жаңағы. Сіздікі. Иә. Сіз әзірге Мен болып көте жатсыз. мен алдамын. Мен тағы бір жүріп көрейін. Ал екінші Біреу ғана алдыра соны. екінші түрі қандай? Сіз жаңа айттыңыз, біреу білейтсіз. Екінші біз рапидтерін ойнап отырмыз қазір. 20 минуттен берілді уақыт. Яғни орташа уақыт, яғни 20 минут бір партияға. Бір ойыншыға 20 минут. Бұл да жүріп болды. Қалқымалы тас. Менде мына бір құмалақты жүру үшін орнына қалдырмаймыз, келесі отауға саламыз. Егер бір құмалақ соңғы қалады, 9-шы отауда қалса жүруге болады ғой? Иә, әрине. Мына жерде бір құмалақ тұрса да сіз жүруге болады, келесі отауға саласыз. Жақсы, түсінікті. Уақытты баспадыңыз ба? Мен жүріп қойдым. Сіз жүріп қойдыңыз, қайттан менің уақытым басталып отыр ма? Сіздің уақытыңызды байландық. Бұл уақыт өте маңызды дейсіз ғой, рөл атқаратын. Әрине, ең маңызды рөл менің бірі. Кезінде ата-бабаларымыз ойнаған дейді, жазда жайлауда жатып, бір ойында 2-3 күнге созып ойнайтын болған еді. Мысалы, Абай Құнанбаевтың өзі осы ойында сүйіп ойнаған еді. Сондай мықты ақынымыз, мықты тұлға осы ойында сүйіп ойнаған, жарыстар ұйымдастырған, өзінің Абай 9 мектебін қалыптастырған деген не бар, абайтанушылардың. Яғни ол кезде уақыт жоқ, әрине, сол себепті бір ойыншы, бір жүріске сағаттап ойланса да өз еркі болған. Ол кезде ережелер әлі құрастырыла қоймаған дейсіз ғой. Жалпы халық арасындағы ойындардың бірі. Қазір енді бәрін бір неге келтіру үшін арнайы ереже бар. Ережеде бәрі жазылған, яғни чемпионаттар бәрі өз уақытымен. Енді әзірге мен сіздің түсіндіргеніңіз бойынша ғана ойнап отырмын. Мен 2-3 қадам алдыға қарай ойлап отыруым керек қой. Міндетті түрде ең кемі біз ең кемі 3 жүріс алдын ала есепте деп талап қоямыз. Ойлап отырасыз. Иә, ең кемі. Ал жоғары деңгейде 30-40 жүріске шейін алдын ала есепте. Ол мүмкін емес шығар, ол болжам. Себебі қарсыласыңыздың қалай жүретінін білмейсіз. Енді бағана айттым, мен пәден мыңдаған вариант болса да, нұсқа болса да, соны есептеп ойын жүргізеді. Ол сол қабілетінің интеллектісіне байланысты есептеп. Шынымен де нақты есептеу керек. Уақыт өте келетін бір қасиеттер шығар, себебі оңай дүние. Әрине, ол жалпы айттым ғой, ережесін мысалы үйрену өте оңай, қарапайым ережелері. Бірақ әрі қарай қыр-сырын үйреніп, шебер деңгейінде ойнау үшін біраз жылдар қажет болады. Біраз уақыт керек. Енді сіздің түсіндірген ережеңіз бойынша мен қазір өзімнің үйрендім ба, үйрене алдым ба, үйрене алмадым ба, осы ойын бір сіздің дәрежеңізбен сәйкес келмеуі мүмкін. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберсіз, әрине. Сіздің бір оқушыңызбен мен бір ойын үлгісін ойнап көрсем. Қымбатты телекөрермендер, мен енді білгенімше спорт шеберіне қарсы ойын өрнегін көрсеткен екен. Бұл аз уақыттың ішінде ұту оңайға соқпайтынын көріп тұрмыз. Бұл жерде бағана айта өткендей, шынымен де ойдың жүйріктігі, сананың жүйріктігі, есепке жақсы екендігінде дәлелдейтін ойын түрі екен. Бұл спорт түрімен айналысам, қызығушылар болатын болса, айналысам деушілер болатын болса, әрдайым келіп үйренсе болады екен. Бұл спорт түрі маған өте қатты ұнады.
Иә, Хакимжан мырза, бүгінгі бағдарламамызда тоғызқұмалақ спорты жайлы толыққанды ақпарат бергеніңізге рахмет. Алдағы уақытта оқушыларыңыз биік белестерді бағындыра берсін деп тілейміз. Көп рахмет. Осындай ұлттық зияткерлік ойынымызды насихаттауға үлес қосқандарыңыз үшін алғысымыз шексіз.